Сәлеметсіздер ме оқушылар, мінекей біз 10 сыныпқа арналған сандар теориясының есебін көрейік деп отырмыз. Біз бұл есепті көрмес бұрын енді бірінші рет көріп жатқан балалар бар шығар. Бір кішігірім бір нәрсені еске түсіріп өтсек қазір. Есепті бастамай тұрып, мынау санның астына таман жазайын, оны мысалға мынаны. Санның квадратын 4-ке бөлгенде неге 0 мен 1 болады деген жағдайды ескерейік. Біз алдымен елестетейік, а деген санды біз 4n деп ойлайық мысалға. Немесе а 4n қосу 1 болсын. Немесе а 4n қосу 2 болсын. Сол сияқты а 4n қосу 3 болсын. 3 түрде керіп, яғни бір санды осындай жүктеп көрсетуге болады, 4-тен үлкен сандарды мысалға. Қандай деп мысал сен қарайсың, мысалға 241 деген санды қалай көрсете аласың? Оны 241 деген санды мысалға сен 4 көбейткен 60 қосу 1 форматында көрсете аласың, Осы сияқты айтып тұрмын ғой мен. 10 деген санды мысалға 4 көбейту 2 қосу 2 деп көрсете аласың. Енді осыларды 4-ке бөлгендегі қалдығын табайық. Қалай болады екен деп? Квадратының. Енді а квадрат десе, онда бірінші жағдай бойынша 4n-нің квадратын 4-ке бөліп тастады дейді, ол 16n квадрат болады. Бөлсек не шығады? Енді 16 4-ке жақсы бөлінеді ғой. Егер көбейткіштің біреуі 4-ке толық бөлініп келсе, онда ол 4-ке бөлінеді деп айта аламыз деген сөз. Біріншісінен қалдық 0 шығады. Бірінші жағдайдан. Екінші жағдайды қарайық. 4a квадратты біз және деп айттық, 4n қосу 1 деп алам дедік. Біз жалпылама алып отырмыз. Бұл модуль салыстырымды түсінбейтін балалар үшін көрсетіп отырмын. Түсінетіндер видеоны өткізіп, тіке ана есепке бара берсе болады. Бұдан көтеретін болсақ, 16n квадрат 8n қосу 1 болады міне. Мысалға, мұнаның барлығын 4-ке бөл деп тұр, онда барлығын бөлу керек болады, жеке-жеке. 16n квадраттан 0 болады, қалдығы мына жерден тағы да 0 болады. 1-ді 4-ке бөлсем қалдық ол 1 өзі қалады. Жиналып, қайтадан 1 қалдық болады міне. Модуль 4. Сол сияқты үшіншісі а квадрат 4n-нің қосу 2-нің квадратын көтеретін болсақ, бұл білініп тұр. Мен ашпай ақ қойайын, бұл жерде 0 шығады. Модуль 4. Өздерің есептеп алыңдар. 16n квадрат қосылған 12n қосу 4 болады. Барлығы 4-ке бөлініп кетеді. Қалдықтардың суммасын жинасаң 0 шығады. Осылай болады. Төртінші жағдайда а квадрат ол 16n квадрат 24n қосу 9n. Квадраттасақ қой енді. 4-ке бөлсек қалдық қанша? Бұл жерде тағы да 1 шығады міне. Вот 4 деп қояйық. 16-ен өзі бөлінеді, бұнау да бөлініп кетеді. 9 4-ке бөлсең 1 қалдық. 0 0 1-ді жинайтын болсақ 1 қалдық шығады. Демек біз мынаны жаттанды түрде қолдана береміз деген сөз міне. Санның квадратын 4-ке бөлгенде 0 немесе 1 болады деп. Бірақ кей кезде біз барлық есеп олай істете бермейміз. Қазір мысалға мына есепті қандай жағдайларға бөліп қараймыз. Бұл есепті шешуде олай істеткенде кейбір жерде істетеміз, кейбір жерде істетпейміз. Мысалға мынау айтып жатыр. Олай дейді, осы түріндегі сандарды қандай да бір сан түрінде жазуға мүмкіндік жоқ, соны көрсет деп жатыр. Енді бұл жерде мен 4 модульмен көргім келіп жатыр. Сонда тексеріп көрген кезде бұл 4k қосу 3 түрінде жазу мүмкіндігі жоқ екен. Енді неге екенін көрсетсем, бұл есепті шығарған болып саналамын деген сөз. Бірінші жағдайды ойлайық. Біз бұл жерде бір жұп сан, 2 тақ сан бар деп ойлайық. Ол қалай болады екен деп. Яғни x-ті жұп, y-зетті тақ сан деп ойлайық. Онда біріншісі жұп, одан қосылған тақ сан, тағы да тақ сан, қосылған ж көбейту т болады. Біз тақ сан, жұп сан ережесі бойынша 2 тақ санның қосындысы, мысалы жұп сан мен тақ санның қосындысы тақ сан болады. Тақ санға тақ санды қоссаң жұп сан болады. Жұп санға қаншама тақ санды көбейтсең тағы да жұп сан болады. Жалпы бұл жерден жұп сан шығады деген сөз. Демек жұп сан шықты деген сөз бұл
4К еселік сандары бойынша көрсететін болсақ, бұл не 4К форматындағы сан, немесе 4К қосу 2 формасындағы сан болып саналады деген сөз. Өйткені егер x, y, z-тердің біреуі жұп екеуі тақ болса, міндетті түрде олардың жиынтығы жұп сан шығып жатыр екен. А біздегі ол сол жағында айтып қойдық. 4К қосу 3. Бұл 4К қосу 3 деген ол тақ сан, осы форматтағы тақ сан болады деген сөз. Болса, бола алмайтындығын көрсетіп жатырмыз деген сөз ғой. Енді екіншісі жағдай. Ладно, бір жұп екі тақты көрдік. Енді екі жұп бір тақты көреміз. Екі жұп бір тақ қоса не болады деп. Бұл жерде енді тақ жұп әдіспен емес, жаңағы модуль салыстырумен көреді екенбіз. Онда біз қазір көрейік x квадрат, y квадрат, z квадрат, x, y, z деп аламыз да, біз қазір x, y-ті жұп деп алайық, жалпылық жоғалып берсе, алдыңғы екі санды жұп деп алсақ, жұп сандардың квадраты 4-ке бөлініп кетеді, біліп алайық. Жеке-жеке бөлінеді, 0 шығады қалдық. Ал z квадрат тақ сан, тақ санның квадраты ол, жаңа бағана айттық, кез келген санның квадратын 4-ке бөлгенде 0 мен 1 болады дедік, міне. Мод 4. Яғни жұп сан болғанда 0 квадрат, тақ сан болғанда 1 шығады. Біреуін тақ сан деп алдық, демек мына жерде 1 қалдық болады деген сөз. Мына жерде x, y, z 3 көбейтінді. 2 жұп санды көбейтсең, ол міндетті түрде 4-ке бөлініп кетеді деген сөз. Жандағы z 4-ке бөлінбесе де ештеңе етпейді. Бәрібір қалдықтардың жиынтығы 0 шығады. Қарасақ, бұл жерден мынандай зат шықты. 4-ке бөлгендегі 1 қалдық. Бұл дегеніміз 4К қосу 1 форматындағы сан деген сөз. А бізге 4К қосу 3 түрінде жасау керек. Жасалынбай жатыр. Үшінші және төртінші жағдай, олар бір жұп екі тақты көрдік, екі жұп бір тақты көрдік. Енді не бар? Үшеуі де жұп, немесе үшеуі де тақ сандарды көреміз деген сөз. Үшеуі де жұп болса белгілі, онда барлық жұп болса бұларды жинайтын болсақ, не болады? 4-ке бөлгенде қалдық. Бірде айта салуға болады, 0 қалдық шығады бұл жерден. Барлық жұп сан ғой. Ал үшеуі де тақ сан болса, онда мына жерден де 1 қалдық. Мына жерден де 1 қалдық, мен қайта-қайта жазбадым, x, y, z квадрат. Бірақ 3 тақ санның көбейтіндісі, бұл жерде айтпақшы, соңғысында етпейді, соңғысында модульмен есептемейді. Атасы қалдым мен. Соңғысында бітеді. 3 тақ сан болатын болса, онда бұларды мына ереже бойынша көрейік, тақ жұп бойынша. Т қосылған т-ның көбейтіндісі болады. 3 тақ санды қоссам не шығады? Тақ сан шығады. 3 тақ санды көбейтсем, тағы да тақ сан шығады. Олардың қосындысы жұп сан болып кетеді деген сөз міне. Жұп сан болып кетеді, онда ол жұп сан деген не деген сөз? 4 кеселік бойынша 4К немесе 4К қосу 2 форматындағы сан деген сөз. Демек, біз қандай жағдай болсын енді сандар, x, y, z-терді бір жұп екі тақ, екі жұп бір тақ, үш жұп, үш тақ бойынша көріп шықсақ та, 4К қосу 3 түріне келтіру мүмкін болмады. Демек, бұл есептің шешімі қалай болады? Яғни біз үлкен n саны дейік, 4К қосу 3 түріндегі сандарды біз ешқашан x квадрат, y квадрат, z квадрат қосу x, y, z түрінде жаза алмаймыз деген сөз. Сосын жауап осы болады екен бұл жерде. Тағы да бір шешім бар осы есептің. Есеп аяқталды негізі қазір. Сосын мына форматта жазылмайды екен. 8К қосу 5. Оны өздеріңіз шығарып көрсеңіздер болады. Сосын тағы біреуін көрсетті. 7К қосу 3 түрінде де жазу мүмкін емес екен. Бізге енді оның барлығын айт деп міндеттеген жоқ. Бұл жерде айтты, енді кемінде біреуі табылатындығын көрсетеді де, ең қарапайым осы 4-ке байланысты болып тұр ғой. 4-ке байланысты болып тұр. Міне есеп аяқталды сонымен. Қайталай тыңдап көрсеңіздер, түсініп алуға қиындық жоқ. Бірақ бұл жерде мына жердегі мүмкіндік өте не? Ұзақ. 20 мүмкіндік тексереміз. Оны қатты қажет деп ойламаймын. Бірақ мынаны істеуге болады екен енді. Ол жерде сол тақ жұп әдісінде қолданамыз, жаңа модуль салыстырумен де қоямыз. Себебі 8К қосу 5 деген тақсан ғой өзі ол. Бұл жерде қиын да, мысалы 7К қосу 3 деген ол кей кезде тақ, кей кезде жұп. Ол кезде барлық мүмкіндікті қарайды екен. Бірақ қалдықтар салыстырым бойынша 7 қалдық жинасақ, сол жағында, яғни мына түріндегісінде мүмкін емес екен 3 қалдық жасау.
бірақ ол өте ұзақ кетеді екен. Одан қарағанда 4К қосу 3 пен 8К қосу 5 әлдеқайда жеңіл болып тұр. Оны өздеріңіз шығарып көрсеңіздер болады. Белгілеріңіз келсе енді телеграм группаға жазыңыздар, сол жерге көрсетейін. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар. Бұл 10 сыныптың есебі 10 ғой дейме, 10 сыныптың бірінші турының дейді. Бірінші есеп екен.